Алаулаған алабынан нұр тамып, қазақ елін бүкіл дүние жыр танып, көк байрақ желбірейді төрінде, әнұранын тұр көгінде шырқалып. Алтын күн аспаны, алтынмен даласы, ерліктің дастаны, еліңе қалашы, ежелден ердеген даттамас шақты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Қиялы ұшқыр ойладан әлемге болған атамыз, ұрпақтың қамын ойлаған амансау жыршы атамыз. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар. 1 желтоқсан елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұңғыш президент болып сайланған күніне арналған елін сүйген елбасы атты тәрбиелік шарамызды алдарыңызға ұсынамыз. Осы тәуелсіз еркіндікте өмір сүруге біз қалай жеттік? Кімдер арқылы жеттік? Тарих бетіне үңілсек, ол өте ұзақ жылдар бойы ата-бабамыздың қасық-қаны қалғанша аянбай күресіп, елім, жерім, ұрпағым деп, балаларым тыныш өмір сүрсін деп бізге тәуелсіз мемлекетті сыйлады. Осындай көп ұлтты мемлекетті басқару оңай емес. Осы тәуелсіз мемлекетімізді басқару 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бұйырған екен. Ендеше Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кім? Ол еліміздің басшысы, халқымыздың жанашыры, өте білімді, терең ойлы тұлға. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ой бөлістім халқыммен деген жинақтаған нақыл сөздері. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіздік Қазақстан. Тәуелсіздік рухы бізге ауадай қажет. Отаны бірдің, тілегі бір, жүрегі бір. Көп ұлтты ел болуымыз біздің бақытымыз, мақтанышымыз. Сіз әке, барша қазақ бәрімізде, жас сәби үлкен кіші кәрімізге, сіз басшы, халқын қосшы бола бергей, жарасып келе жатыр сәнімізде. Дей келе, елін сүйген елбасы атты тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.